Сәлем достар, сіздермен бүгін біз жалқау манты дайындайтын боламыз. Манты түйеге ерінетін болсаңыздар, дәл мынандай манты жасасаңыздар болады. Ал енді біз қамырымызды илеп аламыз. Бізге ыдысымызға бір стакан су құямыз. Керегінше тұз саламыз. Мен тұзды басымдау саламын, өйткені қамыр босап кетпейтін болады. Енді қамырымыз қатты болғанша ұнымызды салып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Тестамыз дайын. Енді пакетке салып, кішкене қамырды демалтыратын боламыз. Енді біз ішіне салмасын дайындаймыз. Үш бас пияз майдалап, жақсылап турап алатын боламыз. Бір помидор, оны да кубиктап майдалап тураймыз. Ал помидорымызды турап ыдысымызға салып алдық. Енді укропты майдалап турап аламыз. Оны да ыдысымызға салып, ішіне дәмдеуіштер саламыз. Керегінше тұз саламыз. Зіре саламыз, паприка саламыз, фаршымыз саламыз. Енді араластыратын боламыз. Ішіне салатын салмамыз дайын. Енді қамырымыз жайып алатын боламыз. Жаңағы қамырды екіге бөліп алдым. Екі кішкентай қамыр. Мен екеуін қосып, бірден жаятын боламын. Араларына ұн сеуіп, екеуін бірден жайып аламыз. Осы оңай, әрі екеуін бірдей жайылады. Қамырымыз міне дайын. Екеуі бірдей жайылды, міне. Көрініп тұр видеода да, өте жұқа. Енді бір қамырымыз шетке алып, екінші қамырымыздың үстіне сұйық май жағып алатын боламыз. Сұйық майды жақсылап тұрып, барлық жеріне жағамыз. Бағана салманы екіге бөліп қойдық. Біреуін бірінші қамырға, екіншісін екінші қамырға салатын боламыз. Жақсылап біркелкі қылып жайып аламыз. Енді бір шетінен орап шығамыз. Домалақтап осылай орап шығамыз. Енді пышақпен осылай кесіп, үстін былай басып шығамыз.
барлығын осылай кесіп дайындап алатын боламыз. Бұның асты ашылып кетпейді, төгіліп қалады деп ойламаңыздар, төгілмейді. Барлығын мен кесіп болдым, енді листімізді майлап теріп шығатын боламыз. Екінші қамырымызды да жайып алдық. Үстіне май құйып, жақсылап тұрып барлық жерін майлап шығатын боламыз. Жаңа қалған салманы бір келкі қылып салып шығамыз. Енді бұны да жаңағыдай орап шығамыз. Бұны да енді пышақпен кесіп аламыз. Кесіп, листімізге теріп, 45 минутке газге қоятын боламыз. Ал мантыларымыз пісіп шықты. Мен бұның үстіне пияз бен кішкене томатты қуырып, патлеп жасадым. Үстіне жағып шығамыз. Ал жалқау мантыларымыз дайын болды. Үйде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Өте дәмді шығады. Тез әрі оңай, көп зат кетпейді. Жасап көріңіздер. Баршаңызға рахмет.